Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге жасалуы өте оңай, осындай ұзынша болып шығатын трубочки печеньені рецептімен бөлісемін. Ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, үстіне 70 грамм қант қосамыз, яғни 5 ас қасық болады. Оның үстіне жарты шай қасық ванильді қант қосамыз, және де шым-шым тұз қосамыз. Осыны араластырамыз. Енді үстіне 150 грамм айранымызды қосамыз. Жұмсақ сармайымызды қосамыз. Айран болмаса қаймақпен жасасаңыз да болады. Осы барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды қосамыз. 300 грамм ұн қажет. Осындай үлкен ас қасықпен 21 ас қасық ұн болады. Айраныңыз бен қаймағыңыздың сұйықтығына байланысты. Енді үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Егер жабысып жатса, осылайынан 1 ас қасық ұн қолдансаңыздар болады. Қамырдың басы толық бірікпейді, сондықтан ұзақ илеудің қажеті жоқ. Бетін салафанмен жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Бірінші қамырымызды осылайынан 3 бөлікке бөліп аламыз. Сосын сол 3 бөліктен 20 дана қамыр шығарамыз. Бәрінің көлемдері біркелкі болғаны дұрыс. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жайғанда диаметрі 14 см болса жеткілікті. Ішіне салмасы өзіңіздің қалауыңыз бойынша мен күнжіт дәнін қолдандым. Енді қамырымыздың орта тұсына дейін пышақпен осылайынан 8 бөлікке қатты ұзын қылмай кесіп аламыз да, салмамыздың бетін қамырмен жауып, жақсылап қолымызбен басып, екі шетін тағы да жақсылап басып, осылайынан дөңгелетіп орап шығамыз. Ішіне салатын салмасын 2 түрлі қылып жасадым. Екіншісіне құлпынайдан жасалған тосапты қолдандым. Тек қоюын ғана. Осылайынан қамырмен жауып, шетін жақсылап басып, тағы да видеода көрсетілгендей, осылайынан жақсылап орап шығамыз. Және де табамызға пергамент қағазын төсеп, бірден соның үстіне дізіп шығатын боламыз. Бір жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүтімізді қосып, жақсылап араластырып, бетіне осылайынан жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеміз пісті. Иісі сондай керемет. Құрамы үйдегі қарапайым заттардан жасалады. Жасалуы да өте оңай. Ал дәмі деген сондай керемет. Қазір сіздерге ішін ашып көрсетейін. Ортасын бөлгенде осындай болып шығады. Толықтай піседі ортасы. Күнжіт те адамның денсаулығына өте пайдалы. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойсаңыз, мен жаңадан видео салғанда бірінші болып көресіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.